Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгін тыныс алу және тыныс шығару механизмдері, кеуде қуысының механизмі тақырыптарын өтетін боламыз. Тыныс алу және тыныс шығару механизмдері нейрогуморальды жолмен реттеледі. Тыныс алудың өзі орталық жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Ол туралы мен орталық жүйке жүйесіне мимен жолын жасады. 7 сыныптың тақырыптарында алдыңғы видеоларда өтіп кеткен болатынмын. Тыныс алу және тыныс шығарудың ырғақты ауысымын сопақша мида орналасқан тыныс орталығы қамтамасыз етеді. Қолқа мен ірі артериялар қанда СО2 концентрациясы артқан кезде қозатын арнайы жасушалар хеморецепторлар бар. Бұл қозу сезімтал жүйкелері бойынша тыныс орталығына беріледі. Алған ақпаратты өңдеген соң тыныс орталығы қозғалғыш нейрондар бойынша қабырғаралық бұлшықет пен көкетке, яғни диафрагмаға команда береді. Бұл бұлшықеттер жиырылады да кеуде жасушаларының көлемі ұлғаяды. Өкпедегі қысым төмендейді, ауа айдалып, тыныс алу процесі жүреді. Адам ауамен тыныс алып және тыныс шығармаған кезде тыныс алудың барлық мүшелерінде қысым бірдей болады. Ол атмосфералық қысымға тең болады, сондықтан кейде оны нөлдік қысым деп те біз атап жатамыз. Тыныс алу кезінде кеуде қуысының қысымы кемиді де атмосфералық қысымнан төмен болады. Паскаль заңы бойынша тыныс алу жүзеге асады, бірақ кеуде қуысындағы қысым өкпе сыртындағы әрқашан атмосфералық қысымнан төмен болады, сондықтан өкпе тыныштық күйде сол қалпында қалады. Тыныс шығарған кезде өкпедегі қысым ауа өкпеден шыққанша көтеріле бастайды. Бұл яғни ауаны шприцпен сорып алғанға ұқсайтын процесс. Егер поршенді тартып шприц ішіндегі көлемді артырса, оған ауа немесе сұйықтық тартылатын болады. Ал тыныс шығарған кезде кеуде қуысының көлемі азаяды. Тыныс шығарған соң орталыққа альвеола, қабырғаралық бұлшықет және көкетте орналасқан жүйке ұштарынан олардың созылу және жиырылу дәрежесі туралы сигнал түсетін болады. Тыныс орталығы сондай-ақ жөтелу, түшкіру сияқты қорғаныш рефлекстерін жүзеге асырады. Оған химиялық, мысалы иістер жатқызсақ болады, немесе механикалық шаң, тозаң, шыршықтарды жатқызсақ болады, тітіркендіргіштер себеп болады. Қозу мұрын қуысындағы рецепторлар көмегімен бронхта пайда болуы мүмкін. Бұлшықеттер күрт жиырылады да, нәтижесінде мұрын арқылы бірден тыныс шығарады. Егер тітіркену себебі жойылмаса, рефлекстер қайталануы мүмкін. Симпатикалық жүйке жүйкесі әсер ететін кезде тыныс жиілейді де, ал парасимпатикалық кезде жүйке жүйесі кезінде тежеледі. Тыныс алудың гуморальдық реттелуі ол тыныс орталығының жұмысына қанның химиялық құрамында әсер етеді. Қандағы көмірқышқыл газының концентрациясының артуы тыныс орталығын қоздырады да тыныс алу жиілейді. Көмірқышқыл газының концентрациясы неғұрлым жоғары болса, тыныс алу соғұрлым жоғары болады. Сонымен қатар тыныс алудың жиілеуіне қанға адреналин гормоны мен кейбір заттардың түсуі де әсер етеді. Тыныс алуды басқару кезінде жүйке және гуморальдық реттелу өзара тығыз байланысты болады. Тыныс алу қозғалыстарын жүйке орталығы реттейді, ал жүйке орталығы өз кезегінде қанның құрамына әсер ететін болады. Мына жердегі суретке қараңыздар. Бұл жерде адамның кеуде қуысы берілген. Әсіресе бірінші суретте біз адам тыныс алғандағы көріністі көреміз. Екінші суреттен адам тыныс шығарған кездегі көрініс. Енді қараңыздар, мына жерде жаңағы астыңғы жағындағы стрелка тұр ғой, жаңағы біреуі бірінші суретте төменге қарап тұрған стрелка, екінші суретте екеуі жоғарыға қарап тұрған. Яғни бұл құрсақтық тыныс алу. Соның жоғары жағында ұзын, бірінші суретте де, екінші суретте де көлденеңнен ұзын тұр, қызыл болып тұр түсті. Ол бізде көкет, оны біз диафрагма деп атаймыз. Қазір анықтамасын айтамыз. Ал қалған жоғары жағындағы көк түспен белгіленер, ол бізде кеуделік тыныс алу болады. Қабырғаралық бұлшықеттер мен көкет, яғни екінші аты диафрагма, тыныс алу қозғалыстарын жүзеге асырады. Тыныс алу кезінде қабырғаралық бұлшықеттер қабырғалары көтеріледі. Қараңыздар, осы жерден бастап бізде ОБД-да көптеп сұрақ kesеді. Тыныс алу процесінде не болады деген. Қайталаймын. Тыныс алу кезінде қабырғаралық бұлшықеттер қабырғалары көтеріледі. Олар өкпені алға және жан жаққа қарай созады. Өздеріңіз тыныс алып көріңіздерші, сол кезде қабырғаларыңыз үлкейеді ғой, көлемі жоғары қарай көтеріліп. Ал көкет дегеніміз не? Ол кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұратын бұлшықет деп айтсақ болады. Осы сұрақта сіздерде үнемі тестта келеді.
яғни күмбез тәрізді бұлшықет болып келеді. Жиырылған кезде, яғни көкет төмен түседі де, ал құрсақ қуысының мүшелерін төмен қарай итеріп тұрады. Ол өкпені төмен қарай тартады. Бұл кезде кеуде қуысының көлемі артады және өкпедегі қысым төмендейді. Соның нәтижесінде өкпе созылып ауамен толады. Сол себепті көрдік, жаңа кеуде қуысы үлкейеді дедік. Ал енді екінші процесс, тағы да осы сурет керек бізге. Тыныс шығарған кезде, мынау екінші суреттегі, кеуде қуысы мен өкпенің мөлшері керісінше кішірейеді. Міне қараңыздар, тыныс шығардыңыздар, өздеріңіз отырсыздар, орнына келеді қабырғаларыңыз барлығы, Көкет бұл кезде керісінше жоғары көтеріледі де, ауа жолдары арқылы ауа сыртқа шығады. Жиі тыныс алған кезде ішкі қабырғалық бұлшықеттеріңіз бен құрсақ қабырғасының бұлшықеттері жиырылады. Егер тыныс алу кезінде қабырғалық бұлшықеттер едәуір белсенді болса, мұндай тыныс алу типін біз кеуделік тыныс алу дейміз, және бұл әйел адамдарға тән болып келеді. Тыныс алудың бұл типі әйел адамдарға тән, және де ер адамдарда көбінесе құрсақтық тыныс алу болады. Олар тыныс алу кезінде көкет едәуір белсенді болады. Ол балаларды білесіздер, ер адамдар ішпен тыныс алады. Олардың кеуде жақ бөлігі, яғни үлкеймейді, олар олай тыныс алады. Әйел адамдарда осылай болады. Сіздерге енді көбінесе жаңағы соңғы айтқан 2 слайдтағы ақпарат көптеп кездеседі. Ол жаңағы тыныс алған кезде не болады, яғни қабырғаларды, көкетті, өкпенің туралы ақпараттары, және тыныс шығарған кезде де дәл осы ақпараттар сіздерден сұрайды. Және кеуделік тыныс алу кімдерге тән, немесе құрсақтық тыныс алу кімдерге тән деген сұрақтар туындауы мүмкін. Тақырып түсінікті болса, өздеріңіздің сабақтан алған әсерлеріңізді комментарийға жазып, осы сабағымның ссылкасын сыныптас достарыңызға жіберсеңіздер деймін. Сіздердің кері ақпараттарыңыз өте мен үшін маңызды. Видеоны көресіздер, бірақ кейде керісінше кері ақпаратты жібермей жатасыздар. Кері байланыс жасаған оқушыларға өте көп рахметімді айтамын. Енді біз келесі сабақта осы 8-ші сыныптың тақырыбын одан ары жалғастырып, сіздерге түсіндіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.